Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода осындай шашу жастығын тігіп көрсетемін. Нүкте құрағы бойынша тігілген. Міне астыңғы бөлігі осындай, және де замогы бар. Замок салуы да видеода көрсетілген. Ал менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Біздің жастығымызға керекті маталар блюр матасы және де осындай түрлі түсті ленталар керек болады. Барлығы блюр матасынан қиып алынған. Өзіңіздің үйіңіздегі кез келген ленталарды қолдануыңызға болады. Және де астына осындай шыт матасы, замок керек болады. Ортасына көзіне 3,5 өлшемді осындай 4 мата. Ал біз лентаны осы линейка ені бойынша қиып алдық. Но енді бұл астыңғы бөлігі. Біздің жастығымыздың астыңғы бөлігі. Енді тігіп бастаймыз. Тігіп бастамас бұрын алдымен ортасын белгілеп аламыз. Ортасыны ручкамен белгілейміз. Сосын мына 4 матамыздың да ортасын белгілеп аламыз. Осыны мына ортасына қойып тігіп аламыз. Ортасына көзін тігіп аламыз. Біз бұл құрақ жастықты нүкте құрағы бойынша құрайтын боламыз. Енді осы квадрат матаны осы ақ лентамен айналдыра тігіп шығамыз. Міне осы сары 4 матаны айналдыра ақ матамен тігіп шықтық. Енді екінші қатарды әртүрлі лентамен тігіп шығамыз. Мына жерге мен қызылды қойсам, сосын келесі сарыны қоямын. Солай түстерді үйлестіре отырып тігіп шығамыз. Алдымен түгіне қараймыз, міндетті түрде түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Келесі осы розовичін тігем. Сосын бұған мен келесі жасылды тігетін боламын.
Осы әртүрлі матаны тігіп болдық. Енді келесі ақ лентаны осылай барлығын бір қатарға айналдыра тігіп шығамыз. Міне тағы да ақпен бір қатар жүріп шықтық. Енді келесі мен розовыйды тігемін. Келесі осы түсті қолданамын. Келесі лентамыз қызылды тігемін. Түгіне қараймыз міндетті түрде. Міне барлығын тігіп алдым, айналдыра. Енді түгелдей ақ лентамен тігіп шығамын бір қатарды. Ақ лентамызды айналдыра тігіп шықтық. Келесі кезекте біз мына осы ленталарды үйлестіре отырып, осы жастығымыздың шетіне келгенше тігіп шығамыз. Дәл осы бастамасы сияқты тігеміз.
Міне бір қатар розовый лентадан тігіп шықтым. Келесі менде осы жасыл болады. Дәл солай шетіне дейін тігіп шығасыздар. Ең соңғы қатарға келдік. Енді осы түрлі түсті лентаны тігіп шығамыз. Бір қатар айналдырып, сонымен біздің жастығымыздың үстіңгі беті дайын болады. Құрағымыз дайын. Енді шетін айналдыра тігіп шығамыз. Біздің жастығымыздың үстіңгі бөлігі дайын болды. Мынау астыңғы бөлігі. Енді ең бірінші замокты тігіп аламын. Замокты тігіп аламын. Алдымен замокқа арналған лапканы қойып аламыз. Міне бізде мынау замоктың лапкасы. Міне бізде мынау оң жағы замоктың. Енді осыны матаға былайына қаратып қойып тігеміз. Ең бірінші астарына қоямын. Сосын замокты қоямын. Замоктың мына жері міне жұмсақ, сол жерден бастап тігеміз. Өзі замок біткен жерінен басталады міне. Замоктың бір жағын тігіп алдым, екі қайтара тігіп алдым. Енді екінші бөлігіне былай қоямыз. Сосын мына үстіңгі құрағымызды қойып, былайына тігіп аламыз. Дәл осы жерден. Жоқ, былайына. Осылайына тігіп аламыз.
Замокты тігіп алдым. Міне осылай болып шықты. Ендігі кезекте осы артық жерін қиып алып тастаймыз. Сосын мына үстіңгі бөлігіні айналдырып тігіп шығамыз. Осылай екі матаны инемен ұстатып шықтым. Өйткені мына велюр матасы жылжиды тіккен кезде қиын болмауы үшін. Міне. Немесе осы шетін айналдырып, флизелін жабыстырып шықсаңыз болады. Тігуге оңай болады. Міне жастығымыз дайын болды. Бізде осындай әдемі шашы жастығы шықты. Тігіп көріңіздер. Және де комментарий қалдырып, каналға жазылып қойыңыздар.